Т-36А тепловозында екі жерде салқындатқыш сұйықтық қолданылады. Біріншісі охлаждающий башня дейді. Бұл тяговый преобразователь мен вспомогательный преобразовательдерді салқындатып тұрады. Бұда 84 литр сұйықтық кетеді. Және екіншісі кәдімгі дизельді салқындатып тұратын. Бұған 1189 литр кетеді. Суы мына оталып тұрса, осы глазоктан қараймыз. Егер сөніп тұрса, үстіндегіден қараймыз, поплавогын. Егер су аз болса, немесе мүлдем болмаса, су алу тәртібі бұлай. Сыртта екі су заправкалайтын, немесе ағыз жіберетін екі лягушка бар. Бір жағында да, екінші жағында да бар. Соған шлангымызды жалғаймыз, біруінің пробкасын алып. Одан кейін дизельный отсекке барамыз. Дизельный отсектің Б жағында осындай 3 вентилі бар. Сол 3 вентилден үшеуін ашық қоямыз. Осы үшеуі қатар тұр. Бұл қазір жабық тұр. Мына Б жағы дегеніміз, мына май өлшейтін жағын Б жағы дейді. Май өлшейтін жағын Б жағы дейді. Осы 3 вентилді ашық қоямыз. Бұл да АЭС сияқты трубамен қатар тұрса жабық болғаны. Одан кейін, осы 3 кранды ашқаннан кейін, дизельдің А жағына барамыз. Мына су өлшейтін жағын А жағы деп айтады. Осы А жағында шахтаның ішінде переливной кран бар, переливной вентиль. Соны ашық қоямыз. Бұл да жабық тұр. Соны ашық қоямыз. Бұл сонда расширительный баққа су толып кеткен кезде артық су осы кран арқылы мына трубадан ақып кетеді. Сосын суды алып атқан кезде осыны қарап отырамыз. Қашан осыдан су ағып атса, демек расширительный баққа су толды дегені. Переливной краннан су аққаннан кейін сол переливной кранды жауып тастаймыз. Және 3 вентильді жауып тастаймыз. Тепловозды оталдырамыз. 10 минут оталдырып ұстап тұрамыз. Мына бүкіл су циркуляция арқылы дизельге ақсын деп. Одан кейін сөндіріп 30 минут күтеміз. 30 минуттан кейін қайтадан осы процесті қайталаймыз. 3 кранды ашып, переливной кранды ашып, суын аламыз. Жаңағы переливной крандан артық су ақып бастағаннан кейін сөндіреміз. Сонымен су алынды. Тепловоздың су деңгейін тексергенде су бар, бірақ шамалы аздау, доливка құюды қажет етіп тұрса, ондай кезде предохранительный клапаннан ашып, ішіне су құюға болады. Ол үшін қайтадан мына переливной кранды ашамыз. Переливной кранды ашып, мына үстіңгі жағында предохранительный клапан бар. Міне бір стрелкамен көрсетіп тұрған. Соны ашып, ішіне су құюға болады толғанша. Яғни мына жағынан қарайық. Мына жағынан жақсылық көрінетін шығар. Міне осы клапан. Соны ашамыз. Су құямыз, пока жаңа переливной краннан су ақып өткенше. Переливной краннан су аққан кезде переливной кранды жабамыз. Сосын предохранительный клапанды жауып, су деңгейін қайтадан тексеріп жібереміз. Келесі мән беретін жағдай бұл вентиль смесительного клапана дейді. Осыны ашық жабық тұрғанын қадағалап қоюымыз керек. Салқын мезгілдерінде, яғни ноябрьден мартқа дейін бұл ашық тұру керек. Жылы кезде, яғни марттан күзге дейін жабық тұру керек. Қазір мамыр айы болғандықтан бұл жабық тұр. Осыны қарап қоямыз. Расхолаживание жасағанда, яғни дизель суын ағызғанда, мына лягушкілердің пробкасын ашып қоямыз. Және ана жағындағында солай істейміз. Екеуінің да пробкасын алып тастаймыз лягушканы. Осыдан су ақып кетеді. Одан кейін дизельный отсекке кіріп, А жағына барамыз. Шахтаны ашып, переливной кранды ашамыз. Ашу мақсаты ауа кіріп, су жақсы ақып кету үшін. Бұдан кейін Б жағына барып, 3 вентильді ашып қоямыз. 3 вентиль, вентили набора и слива воды деген. Осы 3 вентильді ашып қоямыз. Осыны ашқаннан кейін сыртқа су аға бастайды, жақсы напормен. Сосын напор азайып, сығырайып аға бастағаннан кейін интеркулердің болттарын ағытамыз. Интеркулер дегеніміз міне
осының 2 болтын ақтамыз. Б жағыныкін және А жағынан да. Осы 2 болтты. Бұны ақтқаннан кейін дальше водяной насосқа барамыз. 2 водяной насос бар. Сол 2 водяной насос. Міне біреуі, анау екіншісі. Осылардың түбінде тағы да болт бар. Осы водяной насосының улиткасының түбінде 2 болт бар. Көрініп тұр ма? Көрінбей, қазір фонарик жағып жіберейік. Міне біріншісі. Және мынау екінші насостың болты. Осы екеуін ақтамыз, сонымен рас қала жөне бізде болды.